Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі кешкі қойларды көрсетіп кетейін. Қазір жемдерін бердік. Міне жемдерін жеп, қазір тұрып тұр. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бір көрсетіп шығайын сіздерге. Мына қорадағылар білесіздер. Осы жаққа көшкеніне, бірақ ар жағы ескі тұрған несі кепкен. Жер қараңғылау болып тұр. Көрсетейін. Так. Мына жердегі білесіздер ғой, бір қойлар жүреді ғой, бір қой. Ауырып тұр, оны бөлек шығардық деп. Осы қораға қосылды бұл. Осының ішінде. Қараңғыдан дұрыс көрінбей тұр, көрсетейін десем. Осының ішінде жүр. Так, өзі. Мына біреу, мына біреу. Осы тұрған. Осы қой. Енді сол қойға берген дәрілерімізді бір шолып қазір айтып кетем. Не бергенімізді. Мына жерге сіздерге дайындап қойдым. Мына дәріні көрсетейін дегем сіздерге. Мен бутон 10% деген. Осын дәріні қолдануға бердік. Бұл жаңағы ауырғаннан кейін әлсіздік болып жатса, тамаққа тәбеті онша емес болып жатса, сондай ас қорытылуы дұрыс болмай, өз тұрып тұратын қойлар болады, жеп көтере алмайды, жемдерін, шөптерін. Сол кездерде осы қойларға беріледі. Құрамын оқысам, как фермент ретінде тұр, фермент ас қорытуды жақсарту үшін. Соны біз 1 миллилитрді 10 килограмм салмаққа. Яғни 40 килограмм қой болса, 4 миллилитр. Біз 4 миллилитрден бұлшық етке жамбасына салдық. Әр 2 немесе 3 күн сайын саластыр, біз 2 күн сайын қайталадық 3 рет. Сонымен тәбеті ашылып, кішкене жеген кезде қиналмай, ауырмаған сияқты болып тұрды. 3 рет ектік. Одан кейін білесіздер, мына құрттарға қарсы малдарға береді. Альбендазол 10% суспензиясы, яғни сұйық түрде аузына құйылатын дәрі. Бұның түрлері де бар екен. Қытайы, біздікі мына Египеттің алдық. Алдында Қытайын алған кезде әсер етуі жақсы болды. Әсер етуі. Қазір көрсетем сіздерге. Артында ма жазылып тұрған. Мына жерде сделано в Египте деп. Құрттарға қарсы, бағыр құрттарына қарсы беріп тұрамыз. Бәрі жазылып тұр мына жерде. При всех видах червей 3 миллилитра на 40 килограмм массы тела деген диагноздарына қарай. Несін кім ашып кеткен, тай шығып кетті ғой. Сонымен жайлап бере бересіз. Етке карантин бір 14 күн болу керек. Альбенді айтып кете салайын дейін. Біз солай береміз өзіміз. Әр мал әр түрлі ғой, килограммы бар, өзінің салмағы бар, тірі салмағына береді. Өзіміз есептегенде дәрінің дозасы бойынша 0,75 миллилитрді килограммға, тірі салмаққа. Мысалы 40 килограммыңыз қойыңыз шықса, яғни 30 миллилитр. 30 миллилитрді біз сөйтіп ішкіздік. Қалған ол дәрілерді беретін тек ветеринар дәрігеріңіз тағайындайды. Бізге солай деп айтты. Біз сондаймен бердік.
Мынаның ішінде каштан беді өткенде жүрген. Баллон қасына. Қорада. Каштан бір қой сүзіп бұны. Кішкене тұяғын ауыртып алған. Қайттан қостық қорасына. Мына каштан тұр. Кейбір кісілер сұрап жатыр, баллон не үшін үлілі тұр деп. Мына қойлар бір-бірін қатты сүзеді, бір-бірімен ойнайды, бір-бір осылай. Сол кезде осы баллондарға сүзсін, осымен не қылсын деп іліп қойдық. Так. Мынау біздің итіміз. Аза деген. Аза. Бұл да қарамай қалған. Ар жақта екінші жатыр. Аза. Аза. Сол. Жемдерін жеп, тоқ болып, тыныш тұр. Сулары бар. Сулар.